апам қалаға қарай шығайын деп жатыр, сумкасын дайындап қойыпты. Енді сендер сияқты үйде отыра бермейміз, анда-санда қалаға шығып қыдырып қайтамыз. Бүгін маған бір қыз звондап, әпше сізден тикток үйренгім келеді, офлайн өткізе аласыз ба деген соң тез дайындап әдемі әшекей бұйымдарымды, сумкаларымды дайындап қойдым да енді киім таңдауға келдім. Тізе жетсе де күн ыстық, қой рубашка киейін ба, көйлек киейін ба деп тұрмын да, қойшына рубашканы ысып кетемін, лучше көйлек киейін деп. Осы розовый көйлегім өзіме қатты ұнайды, киіп тұрам ба дедім да, хоп деп ауыстырып алдым. Осы розовый көйлегім киіп шықсам барлық айтады ғой, нежный көйлек деп. Осылай енді тез әдемі қылып боянып алайын дедім да, ана жақтан әшекей бұйымдарым, сырғаларым, қолыма тағатын браслет, кепкасын да тағып алдым комплект қылып. Енді кезек иіссу таңдау. Менде иіссуларым көптігінен қайсысын себейін деп тұрмын да, осы духиімді сеуіп алайын дедім. Осы духиімнің иісі керемет қой, сумкамды асылып алдым да, енді кездесуге кешігіп қалмайын деп тез келдім. Осылай өзім білетін барлық тиктоктағы фишкаларымды үйретіп, подписчик просмотр сандары көбейгенше менен барынша поддержка болады деп жолығып болғаннан кейін құрдас келіншектеріммен жолығуға кафеге келдім. Араласатын ең жақын құрбыларым бар, құрдас келіншектерім, жандарым. Бұларды көріп қатты қуанып қалдым. Осылай тамақтанып үйге қайттым. Сіздерге бүгінгі түсірген бір күндік блогым ұнады ма? Ұнаған болса комментарияға жаза кетіңіз.